Мақтарал ауданындағы жаңадан салынып жатқан Мырзакенттің жанындағы жаңадан салынып жатқан шағын аудандамыз. Мына жерде құрылысшылар жұмыс қызу жүруде. Дәл қазір біздің байқағанымыз жаңа салынып жатқан үйлерде мындай проблемалар болып жатыр. Бұл киіліп жатқан материалдар сапасыз немесе сапалы екенін білмеймін. Өздеріңіз қандай баға белгілейсіздер? Мына қаншама қазір көтеріліп жатқан үйлерді көріп келіп жатырмыз. Дәл осы үйден бастап түсіріп жатырмыз. Қазір міне қазір ғана түскен мына жерге қазір ғана түсті. Осы жерге қойып қалуға лайық деп жатқан. Менің тіліммен айтқанда кірпіш. Аға, бұны не деп айтады? Газоблок. Газоблок. Мына качествосын көрсетсеңіз. Бұл кеппеген ғой, Кеппеген дейді, качествосы нашар. Арзан болады да бұлар. Бұлардың качествосы бөліне ме? Арзан қымбат болып? Иә, сондай бөлінеді бұлар. Фирманың өзіне қолына бүйт ешқашан бұндай болмау керек бұл. Үгетіліп түспеу керек, е? Түскен поддоннан түсіріп жатқаннан сыра жарылып барады, бәрі жарылып тұрады. Міне көрдіңіздер, қаншама арғы бетте де мен суретке түсіріп алдым, біраз. Целый. Бір бүтін жері аз мына қаланған, бүтін екі қатарын көрсете алады. Мынаның өзінің арасында білмеймін енді, бұл кірпішінен бастап сапасыз болатын болса, үйдің өзін сапалы шығады деп менің өзім стройканы білмейтін қыз баламын, сонда да мен мынаның сапасының мықты болатынын қаншамасы барлығының сапасы нашар. Айгүл Орынбектен көмек сұрап отырмыз. Мына жерде қазір жұмыс бастағалы 2 аптадан асты. Барлық қиыншылықтан өткен кезде біздің істеп жатқан жұмысымыз тоқтатып, Болат Өтеміровтың фондына өттіңдер деп, ол фондтың адамдары келіп, ол жерде 2 бас мердігер белгіленіп, олармен жұмыс істейін десек, енді құрылысты жалғастыруға ешқандай мұрша бермей отыр. Бұл жерде қазір біз олармен келісіп жұмыс істеген жағдайда, олардың сұраған пайызын беретін болсақ, біз ертең жұмысшылардың айлығын төлей алмай, налог төлей алмай қиналып қалатын жағдайдамыз. Және де егер соғатын болса, бізбен тікелей келісімшарт жасап, осы жұмысты жалғастыра бермейміз. Неменеге ол араға бізге делдал қояды бұл жұмыста. Сол кезде біреу біздің үстімізден бұл халыққа деген тірлікті үстінен пайда көріп кетпекші ма сонда бұлар? Осы мәселені түсінбей басымыз қатып жатыр. Осы жағынан көмек сұраймыз. Енді мына жауапкершілігі серіктестіктің жұмысшы ретінде болам. Арыс қаласында да жұмыс істедік. Осында да шақырдым, Мақтарал ауданында чрезвычайный ситуациямен келіп 2 апта, 3 аптада жаңбырдың астында жұмған жұдырықтай болып біргелесіп, қанша қиыншылықтардан өттік, істедік. Жаңбырдың астында да жұмыс істедік, таңға дейін жұмыс істедік. Қазір де істеп келеміз. Сонда мына біздің істеген ақшаларымызды берілмей ма сонда? Мына жоғарыда отқан фонд дей ма? Сол фондты дұрыс ол. Мемлекетке көмектесіп отыр. Енді ол до конца көмектесіп, қаншама адамдар аш қала ма, жанұяларын бағаламай қалады ғой. Енді біздің айтарымыз, біздің мына жұмыстың бәрін тоқтатып қойып, не істерімізді білмей, далбасалап, қай жерге барамыз, не істейміз деп жолдап жатырмыз. Бұлайша айтқанда, қазақ тілінде айтқанда датымызды айтып жатырмыз. Осы датымызды мына жоғарыдағылар естісе, жоғарыдағылар білсе, қолың астындағылар қалай не істеп жатқанын, не білдіріп жатқандарын, кімге не жатқанын, может білмейтін шығар болар. Осыны бізді бір жеріне шығарып, мына мердігерлерімізге жұмыстарын қайтарып берсін. Біз жұмыс істеп, осылармен ғана жұмыс істейміз. Осылардың қасында қаншадан бері жұмыс істеп келатырмыз. Бұлар да далбасалап, не істерлерін білмей, не айтарларын білмей, бұлар да жүр. Енді бәріміз бір жұмған жұдырықтай болдық па, солай болып үйлерді мына аман есен тез бітіріп салып, мына